Әкеме негізі айтатын сөздерім көп. Ақтай алмадым енді ол үмітін. Ақтай алмадым ол үмітін. Қойды өзім қоймады. Даже атып жібергім келді. Атып қамалғым келді. Мен үшін өлген баласын дедім болды. Мен үшін өлген баласын дедім болды. Жат ағымдардың негізгі формалары бір. Жау мемлекеттен кетеді. Екінші жолы осы миындағы идеологиясын соғысып өледі. Екі вариант. Қоғамда деструктивті діни ағымдардың тұзағына тек маргиналдар түседі деген таптаурын түсінік қалыптасқан. Бірақ радикализм атты зұлмат адамның қалтасына, шеніне, дипломына қарамайды. Діни негізі дұрыс қаланбаған адамды жұтып алады. Жоғарғы бір-екі жаңағыдай лауазымды жұмыстарды, мемлекеттік қызметтерді атқардым. Білім министрлігінде жұмыс істедім, жаңағыдай заңгер болып. Нұрмахан Орынбасаров, Шымкент қаласының тумасы, лақап аты Абдулла. Бір жігітке жолығып қалдым. Діни сұрақтар қоя бастады маған. Мен ондай сұрақтарға дайын емеспін, білмеймін. Сосын барып ол маған дискілер бере бастады. Жаңа Ауғанстан жайлы. Саид Бурятскийді тыңдадым. Сосын Назратулла дегенді тыңдадық. Саид Бурятский да, Назратулла Абу Мариям да псевдо-салафизм идеологиясын насихаттаушылар. Қос қылмыскер жер жаһаннан талай мұсылманды ажал аранына айдап салды. Ресей Федерациясының азаматы Александр Тихомиров 2010 жылы арнайы жасақтың қолынан мерт болса, Назратулла Абдуқадыров туған жері Тәжікстанда қапасқа қамалды. Деструктивті діни ағымдарда әрбір ұлттың құндылығының барлығын бұл түбірмен тамырмен кесе бастайды, бірдіндеп тұрып. Бірақ сол бірділдеп кесудің ең алғашқы сатысы, бірінші сатысы ақылды бұғаттау. Осы ақылды бұғаттауға күш салады. Ақыл жоқ жерде, мемлекетте жоқ, елде жоқ, отбасы, ештеңе жоқ. Құндылық қалмайды. Жарығын өшіреді ақылдың. Бұның жарығы өшкеннен кейін надандық келеді. Надандықтың тізбектеліп ары қарай экстремизм, терроризм, радикализм осылай кете береді. Мемлекет қызмет істеп жүрген кезде де 5 уақыт намаз оқимын. Бірақ енді ана жігітпен кездескенде ол жерде материалды тек қана бірінші осындай нәрселер көрсетілді де, сосын барып соғыс тақырыбы болып кетті. Ой, енді сөйтсек біздің міндетіміз екен ғой деп жұмыстан кетуге мәжбүр болдым. Ауғанстанға кетеміз деген сондай бел болыпаттық. Аль-Каиданың заманы еді. Ол кезде Аль-Каиданың заманы ғой. Аль-Каида халықаралық террористік ұйым. Осама бен Ладен жетекшілік еткен жанкештілер 1990 жылы Ауғанстанда кеңес әскеріне қарсы күрескен маджахеттерді қолдады. 1996 жылдан бастап ақш, Израиль және олардың одақтастарына қарсы жихад жариялады. Жалпы әлемдегі ең ірі террорлық актілерді осы ұйымның лаңкестері жүзеге асырған. Қазақстан Республикасының аумағында Аль-Каиданың қызметіне сот шешімімен тыйым салынған. Салафиттік деген нәрсе былай сыртқы брендинг қой, брендтік атау. Бірақ оның ішіндегі ұстанымдары, осы салафизмнің ішіндегі радикалды идеология, сол Аль-Каиданың ішіндегі радикалды идеология екеуі тепе-тең. Бұрынғы уахабизм ғой негізі, олардың оқитын кітабы бір, ұстанатын ұстанымы бір, ғалымдары бір, бәрінік. Сондықтан оның атауын өзгерткенменен, бірақ ішіндегі дәні бір болып қала бермек. Нұрмахан білдей-бір министрліктің заң департаментін тізгіндеген азамат. Бірақ ол тарихи тамырымызды мансұқтаған тобырдың ықпалымен министрліктегі мансабынан бас тартты. Пышақтың жүзінде жұқа кітапты оқып алып, тектіні қорлап, тексізді зор санады. Залымдардың зұлымдығын әшкерелеуге тиіс заңгер керісінше зайырлы қоғаммен жауласты.
прокуратурада істеді, помощник прокурор болды. Одан неде сот комитетінде госслужбаның замы болды. Госслужбадан кейін мен образованием департаменттің бастығы болды. Департаменттің бастығы болды. Сөйтіп бір күніге бара бермейсің Алма Астанаға. Намаз оқып жүрмін деді. 5-6 айдан кейін мынандай болып келді ғой. Сақал ғой, мұрт не ғой. Сақал өсіп кетті. Мынау не? Жұмыс тастадым, мен Алланың жолында кетемін. Соны 40 шақ болды екеуміз. Қалай кетесің? Мен оңайда қой дедім, қоймады. Қоймады. Соны Алланың жолында кетеміз. Нұрмахан тұрмысы тәуір отбасында дүниеге келген. Әкесі полиция полковнигі, анасы кітапханашы. Отбасындағы 5 баланың бәрі заңгер. Милицияда істедік қой, антикор, қазіргі антикор деп кетті ғой, ОБХ. Органның не жұмысы деген азанда кетесің, кеш келесің. Сондай жұмыс байлаулы бұздау сияқтысың ғой мынау. Елге араласам қалдық мысалы, жұртқа араласам қалдық. Ой, ауыр дүние. Ауыр дүние болғанда айтпаңыз. Небір адамдар айтады ғой, балаңа шамаң жетпеді ме? Мен атарым, битерім деп қойды. Өзім қорықтым да жүрмін. Намаз оқымасаң кәпірсіз деді ғой. Ал не дейсің ана? Кәпірсіз. Шешен басына жатпаңыз. Ондай сөздері болды. Қайда барсам сонда бар, үйден шық деді. Қуып жіберем. Басшылық лауазымдарда жұмыс істедім өзім, негізі. Сол мінезімде қалыптасты ма. Арада мені таңдап аламыз. Әмір көп таныған жоқпыз. Бір-екі апта ма таныдық қойдым бір-бірімізді. Діни аттарымыз болды әрқайсымыздың. Ақылын ашу буған әмірдің әмірімен ауған жерінде соғысуға әзір әскер жасақталады. Топта шамамен 8 адам болған. Бұлар әскери форма сатып алып, Алматының таулы аймағында дайындалған. Бірақ межелі күні ел территориясынан шығып үлгермеді. Күшті құрылымдар түгел тұтқындады. Ауғанстан аймағында Дайш Хорасан дейді, немесе Хорасан уәлаяты дейді. Сол секілді бір қолының әлі күнге дейін белгілі бір қозғалыстары, әрекеттері бар екені айқын. Талибанды террористік ұйымдардың тізімінен шығардық та әріптестік ынтымақтастық қарым-қатынас орнаттық. Не себепті деген сұрақ туады. Себебі бұл жақтағы қазіргі уақытта күш алып жатқан Даиштің Хорасан қолының саласының ертеңгі күні Орта Азияға шарпуы мүмкін қауіпсіздікті қамтамасыз етеміз деп белгілі мемлекетке кіріп келе алмаймыз ғой, мәселен, немесе бір әскери күш қуат немесе қолдау беру үшін де жергілікті билікпен санасуымыз керек. Интернет источник бет дейді ғой. Интернетте негізі үлкен қауіп бар. Қателік, жаңа жалған бірінші очередь видеороликтер ғой. Сезім арқылы ғой. Әрбір нәрсе сезім арқылы аппаратты, бұл радикалдық нәрсе. Дінді мен көбінесе абақты да түсіндім өзім. Имамдармен сөйлестім, теологтармен. Нұрмаханның кесірінен бауыры Арыстанда сотталды. Ол Ауғанстанға кетуді жоспарламаған. Тек ағасын көлігімен тасымалдап әңгімелерін естіген. Сот үкімімен өзіне кесілген жазаны өтеді. Ал абақты бұламығын 15 жыл талғажау еткен Нұрмахан үшін түрменің темір есігі әзірге жабық. Ол қапаста заңсыз телефон сақтап, терроризмді насихаттап, мерзіміне мерзім қосылды. Біз пекарняда жұмыс істеп аттық. Арамызда мына жихад мәселесінде әңгіме болып атты. Сол кезде аузымызға келген айтып аттық қой, мысалы үшін. 40 шақты видео бар. Ол жерде мен негізі именно намаз оқымайды екен деп, мысалы үшін ел жұрттың бәрін қыра беруге болмайды деген мен сол кезде айтып атырмын енді. Бұл кісі бірінші кезекте діни ақпаратты дұрыс жерден алмаған. Бір, екіншісі діни ақпаратты алғанның өзінде оны рационалды түрде критикалық сыни көзқараспен қарамай, бірінші қабылдаған жерін ақиқат деп қабылдаған. Одан кейін радикалды көзқарастарды
оның ішіндегі мынау такфир мәселесі бар, джихад мәселесі бар және шахид мәселелерін діннің бір негізі деп қабылдап алған. Саяси мәселелерде болып жатқан әртүрлі шерулер бар, соғыстарға өз үлесін қоспақшы болып шетел асып жаңағыдай соғысқа қатысамын деп негізгі мақсат сондай болған. Сот үкіміменен жазасын өтеуге қамалғаннан кейін де сол райынан қайтпаған. Бұрынғы жамағатынан айырылып қалғаннан кейін тағы да өзіне қолдаушы іздегендігі айтқан болатын. Сөйтіп тағы да үстіне жаңа сұрық қосып алған ғой одан кейін. Бір уақытқа келмеді. Бұның ешқандай денсаулығы жақсы. Ешқандай не қылмас. Қасірет адасу. Енді мысалы үшін сол менің адасқаным қаншама адамға зияны дейді. Ол бала шағам, әке-шешем, мысалы үшін бауырларым, өзім 15 жылға кетіп қалдым мысалы үшін. Осы жерде қартайдық қой. Арашада бұл түскен жоқ. Мысалы, көрсін бармасын, кетсін атқан. Көрсін өлді, ғазабын көрсін. Сөйтіп барып қайтпаса. Әкеме негізі айтатын сөздерім көп. Кішкене көңілге беріліп қалдым. Әкемді кешірдім деп отыр ғой, кешірім сұрап отырмын ғой. Ел жұрттан кем қылмай өсірді ғой енді, мысалы үшін өз ортамда сондай жақсы отбасыда өстім. Әйтеуір жиып теріп оқытты. Әкеме де айттым, енді ауырып жатыр қазір, сені күте аламын ба дейді. Енді иншалла Аллахтың әмірімен шығып кетсек енді. Әкем алдында парызым көп. Қазір Нұрмахан өкінеді. Былтыр анасынан айырылды. Ал әкесі өзін 15 жылда абақтыға бір рет қана іздеп келген. Бүкіл қазақ елінен мен Сүлейменов Орынбасар. Тәрбиелі байтады ғой жұрт енді, тәрбие. Содан мен кешірім сұраймын балам үшін деп. Бала шағамнан жаңағыдай мен де олар түсінем, оларды мектепте де естеді, өздері де туысқандар да айтады. Мен де олардың алдарында ақталып отырамын. Менсіз өсті енді оларда. Енді ортаға дұрыс сейсіп, бәрі дұрыс болып кетсе екен деген үміттеміз. Негізі интернеттен білім алу керек, сондай официальный адамдардан сондай білім алу керек. Эмоцияға берілмей керек адамдар, ешқандай ақылға жүгіну керек. Мысал үшін Аллах Тағалам әке-шеше берді, бала-шаға, мысал үшін жан-жақ туыс, оның бәрін қарау керек. Әке-шеше намаз оқымайды екен деп, оларды тастап, қиып, өзін ондай кетіп қалу керек жоқ. Алтындай уақыттарды өткізіп алдық енді.
Бастапқыда Нұрмаханның басына бақ қонды. Алайда оны арандатқан радикалдар ұсынған тақ болды. Оларды сырттан қолдайтын зор бар, ал зардабын қарапайым мұсылман тартатын сор бар. Бірақ қашанда аңызды ақиқаттан ажыратар жол бар.